Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар, қазақ әдебиет сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз Шерхан Мұртазаның шығармашылық жолы және Бесеудің хаты драмасы. Сабағымыздың мақсаты жазушының шығармашылық шеберлігін таныту, шығарманың идеялық мазмұнын терең түсіну. Сабағымызды бастамас бұрын бүгінгі тақырыптың шығарманың авторы Шерхан Мұртазаның өмір жолына, шығармашылығына шолу жасап, еске түсірейік. Шерхан Мұртаза 1932 жылы 28 қыркүйекте Жамбыл облысы Жуалы ауданы Мыңбұлақ ауылында дүниеге келген. 1955 жылы Мәскеу мемлекеттік университетінің журналистика факультетін тәмамдаған. 1956 жылдан бастап Шерхан Мұртаза республикалық түрлі газет-журналдар, баспасөз беттерінде жұмыс істеді. Лениншілік жас, Егемен Қазақстан газеттерінің тілшісі, әдеби қызметкер, редакторы болды. Осыдан кейінгі уақытта жазушы баспасында, Жалын баспасында, Жұлдыз журналында бас редактор қызметін атқарды. Жазушының әр жылдары шыққан Табылған теңіз, Белгісіз солдаттың баласы, Ахметжанның анты, Мылтықсыз майдан, Қара маржан, 41 жылғы келіншек, интернат наны, Тұрар Рысқұловтың өмірі жайлы Қызыл жебе, Ай мен Айша романдары мен басқа да шығармалары қалың оқырманға кеңінен таныс. Шерхан Мұртазаның Бесеудің хаты драмасы 2 бөлімнен тұратын тарихи драма. Жалпы жазушының Бесеудің хаты драмасына қай кезеңдегі оқиға арқау болған? Ендеше назар салыңыздар. Белгілі қазақ қайраткері Тұрар Рысқұлов 1933 жылы наурызда Сталинге ашық хат жазған. Сонымен қатар Қазақстан өлкесін басқарған Филипп Голощекинге асыра сілтеу саясатына қарсы қазақтың қоғам қайраткерлері Ғабит Мүсірепов, Мұташ Дәулетқалиев, Емберген Алтынбеков, Қадыр Қуанышев, Мансұр Ғатауллин ашық хат жазды. Алайда бұл хаттарға үкімет тарапынан жауап болмады. Тек 1933 жылы Голощекин биліктен алынды. Бірақ бәрі де кеш еді. Қазақ халқы орны толмас үлкен қасіретке ұшырады. Орыстың ұлы ақыны Валерий Михайлов 1931-1933 жылдары аштықта Қазақстанда қаза болғандар санын ешкім дәл анықтай алмайды. Бірақ іс қанша адам өлгенде емес, адамның адамгершілігінің өлгенінде деп жазды. Білім алушылар, өздеріңіз көріп отырғандай, сіздерге ұсынылған материалдан шығармаға арқау болған тарихи оқиғамен таныс болдыңыздар. Енді шығарманың ішіне тереңірек үңіліп, кейіпкерлермен танысайық. Голощекин қызметі крайкомның бірінші хатшысы. Шығармадағы әрекеті ел жадында аса бір сүйкімсіз, Қужақ деген лақап атпен жатталып қалған нағыз ұрдажық топас басшысы. Құрамысов крайкомның екінші хатшысы, хатты әшкерелеушілердің бірі, Голощекиннің көзіне түсуге құштар. Ораз Исаев, Иванов, бюро мүшелері, көзі ашық, көкірегі ояу жандар, шындықты сүйеді, бірақ Голощекин әрекетіне қарсы тұруға қауқарсыз. Елеусіз, бюро мүшесі, оқымаған ауыл адамы. Кім сөз сөйлесе, бәрінікі дұрыс. Жантоқов, бюро мүшесі, Голощекин жандайшаптарының бірі. Ғабит Мүсірепов, жазушы, білімді қайсар жан, Голощекиннің бетіне шындықты бүкпесіз айтады. Жалпы шығарманы толық түсіну үшін келесі материалға назар салыңыздар. 20 ғасырда халқымыздың басынан небір нәубет өтті. Соның бірі ашаршылық. Ұжымдастыру науқаны халқымызды негізгі кәсібі мал шаруашылығынан ажыратып, малынан айырған еді. Малынан айырылған ел жаппай аштық құрынды. Қолдан ұйымдастырылып, халқымызды қынадай қырған сол зымиян саясатқа ашық қарсылық танытып, сын сәтте батылдық танытқан қазақ зиялылары да болды. Сталинге арналғанымен Голощекиннің қолына түскен Бесеудің хатын Ғабит Мүсірепов, Мансұр Ғатауллин, Емберген Алтынбеков, Мұташ Дәулетқалиев,
Қадыр Қуанышев сынды ел азаматтары бірігіп жазған еді. Наразылық хаты сұрапыл кезеңнің шындығын көрсеткен құжат ретінде тарихта қалды. Бодандыққа көнгісі келмейтін өр рухтың бұлқынысынан Кремль де сескенді. Бесеудің хаты мал басының қисапсыз кеміп кетуімен көптеген қазақ аудандарын қамтып, адамдардың жаппай қырылуына әкеп соққан ашаршылық жөнінде әлі күнге дейін ауыз ашпай отыру қаншалықты дұрыс деген батыл сауалмен басталып, дәлелді дәйектермен жалғасады. Осы хаттың негізінде белгілі қаламгер Шерхан Мұртаза Бесеудің хаты тарихи драмасын жазды. Пьесада хат Голощекиннің қолына түскеннен кейінгі бюро жиналысы бейнеленеді. Шығарма Ғабиттің ұлттың мүддесін қасқайып тұрып қорғап, шындық үшін басын өлімге тіккен ерлігін көрсетеді. Ел ішінде болып жатқан сұмдық оқиға Ғабиттің әңгімесімен беріліп, оқырманның жүрегін шымырлатады. Жазушы бюро отырысы соңында Голощекиннің көзіне тура қарап, сендер қисапсыз қылмыстарыңнан мәңгі бақи құтыла алмайсыңдар, ал атыңдар деп қасқаяды. Жазушы сөзі қазақтың жоқшысы болар азаматтардың бар екенін әлде туылатынын сездірген еді. Пьеса эпилогы Тұрар Рысқұлов пен Ғабит Мүсірептің ана дүниедегі пайымдарымен аяқталады. Екі тұлғаның елесі тамұқты кезіп жүріп, халықты азаптаған залымдардың өздері азапқа түсіп жатқанын көреді. Бесеудің хаты жас ұрпаққа азаттықтың қандай қасіретпен келгенін ұғындырар сүбелі туынды. Ал енді оқулықта берілген шығарманың үзіндісіне назар салыңыздар. 4-ші сурет. Сол бұрынғы кабинет тек отырғандар сіресе қалған. Голощекин креслода әлде қалай қобалжулап, саусақтары дірілдеп графиннен су құйып ішпек болады, бірақ иіскеп ішпей қоя салады. Мүсіреп кіреді. Голощекин: кел жазушы. Мүсірепов сыпайы бас изеп амандасады. Сені ғой біз крайкомға жауапты қызметке алдық. Не үшін? Мүсірепов: оны өздеріңіз білсеңіздер керек еді. Мені крайкомға қызметке алыңдар деп мен арыз бермеген сияқтымын. Голощекин: бюро мүшелеріне шағынғандай көрдіңдер ме? Қалай кердең дейді. Құрамысып: жолдас Мүсірепов, сіз крайкомның бюросында тұрғаныңызды білесіз бе? Мүсірепов: тойға келмегенімді сеземін, бірақ крайком бюросы Голгоф емес қой деп ойлаймын. Елеусіз: Голгоф деген түсінбей, Құрамысовқа сыбырлап: не дейді? Қай жер дейді? Құрамысов тыржың етіп: Иса пайғамбарды крешке шегелеп тастаған жерді айтады, соны Голгоф дейді. Елеусіз: астағфиралла, сонда бұл өзін Исамын деп тұр ма? Голощекин қуанып кеткендей Мүсірепке: рас-ау, сонда сен өзіңді Иисус Христосқа балап тұрсың ба? Мүсірепов: жоқ, жолдас Голощекин, мен коммунист, жазушы Мүсіреппін. Құрамысып: онда неге қайдағы Голгофты еске алып тұрсыз? Мүсірепов: жолдас Ізмұқан, мен Христос емеспін, бюро Голгоф емес. Голощекин: жолдас Понтий Пилат болмас, сіз Синедрион болмассыз. Онан да мәселені түсіндіріңіз, мен неге шақырдыңыз? Голощекин: сен өйтіп көлгірсіме жазушы, білмей тұрған шығарсың. Хатты ұйымдастырған сен ғой. Мүсірепов: мейлі, мен ақ болайын. Голощекин: міне нағыз Иисус өзін құрбандыққа дайындап тұр. Мүсірепов: неге құрбан болуға тиіспін? Шындықты айтып, бюроға ашықтан ашық мәселе қойғаным үшін бе? Голощекин шыңғырып: қайдағы шындық? Халық малжан жаппай қырылып жатыр деген шындық па? Жала! Құрамысып килігіп: жала арқылы халықты крайкомға қарсы қою бұл провокация. Мұқият тыңдап болсаңыздар, енді шығарманың тарихи және көркемдік құндылықтарын талдауға көшейік. Ол үшін сіздерге мынадай бағалау критерийлері беріледі. Шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес бейне көрсетіліммен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалай аласыздар. Дескрипторлары: екі мәтіндегі, яғни біз көрсеткен бейнеролик тарихи оқиға мен Бесеудің хаты драмасындағы ортақ тақырыпты талқылайсыздар. Екі мәтіндегі құндылықтарды анықтайсыздар және пікірлеріңізді шығармалардан мысал келтіре отырып дәлелдейсіздер.
Бүгінгі сабағымызды пысықтап, алған білімімізді жүйелеп қорытындылау үшін сіздерге төмендегі сұрақтар берілді. Сұрақтарға жауап беріп, оқулық пен хрестоматиядан сіздерге берілген шығарманың үзіндісін түсініп оқыңыздар. Сонымен бүгінгі қазақ әдебиеті сабағы аяқталды. Сау болыңыздар.